Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар. Біз Қаратал ауданы Үштөбе қаласының жанында. Ауылдың атауы қалай? Айту ма? Айту ауылындамыз. Бүгінгі күні көп балалы отбасыға мемлекет тарапында заңды кезекте тұрса да, осы отбасының жалғыз асыраушысы, отағасы ауыр дертке шалдығып, аяқ астынан осындай бір жаңағы қауіпті ісік табылып басынан бүгінде ем домын алып жатыр. Бірақ аурудың бар екенін біз қазақпыз ғой, кеш біліп, қазіргі кезде 4-ші стадия дейді, яғни 4-ші тарапқа өтіп кеткен. Енді бір Алланың қолында, бірақ бала шағасына бүгінгі күні көмек керек екенін көріп отырмыз. Ағайындарының үйінде тұрып жатса да, енді өкімет басындағы азаматтар, қарапайым халық осындай көмек қолын сұрағанда көмектеседі деген ойдамыз. Рахымбаев Нұржан ағамыздың отбасына қазір осындай көмек керек. Осы ауданның азаматтары, атқамінерлері, жомарт жандары, спонсор дейміз ғой, демеушілер, меценаттар болса, Қаратал ауданында осы отбасыға көмек беруін сұраймыз. Заңды кезекте тұрғаны рас, бірақ ағаның жағдайы қазір енді көріп тұрсыздар ғой, өте ауыр жағдайда отыр. 4-ші стадия қауіпті ісіктің 4-ші кезектегі деңгейіне өтіп кеткен кезде қандай жағдай екенін білесіздер. Қанша өмір сүру бар, оны да біз білмейміз, бір Алла біледі. Бірақ енді 5 бала шағасы далада қалып қалмау керек. Үкімет назарында осы мәселені ұстайды деп ойлаймын. Қаратал ауданының әкімінің құлағына алтын сырға, меценаттарына, маслихат депутаттарына ауданның, осы ауданның атқамінер мықты азаматтар, жомарт жандар, меценаттар осы әңгімені естігеннен кейін жүректеріңізде елге деген беттей көмек қолын созам дейтін азаматтар болатын болса, біздің редакцияда осы азаматтардың байланыс телефондары болады. Алып көмектесіп, қазір аудан әкіміне де осы мәселені тікелей жеткізіп, біздің редакция көмек сұрайтын болады. Себебі бұл кісілердің жағдайы шын мәнінде өте ауыр. 5 бала шағасымен жиі ауданға, қалаға, Алматыға қатынайтындай қаражат жағдайда қиын, және өз үйлері емес, туыстарының үйінде тұрып атқандықтан, өз үйлері кішігірім болса да, қандай болса да, өз үйлері болса, әйтеуір бала шағасын бір жерде отырып қарап отырғанға мүмкіндік болу керек. Сондықтан, ал енді ауданға қарай қозғалып, қазір аудандан қандай көмек ала аламыз, біледі ма, білмейді ма, болмаса біз жеткізіп беруге дайынбыз. Кадрды түсірген кезде түспей қалдым деп жылап отыр. Сен өзіңді бөлек түсіре салам ғой мен? Өкпелеп жылап отыр. Мен түспей қалдым дейді. Аты жөніңіз? Шолпан болады. Рахымбаева Шолпан. Нұржанның жолдасын. Мына үй, қазіргі тұрып атқан үйіміз біздің үйіміз емес, атамыздан қалған үй. Енді мына жолдасында ары бері больницаға, Үштөбеге апаруым керек, қалаға апаруым керек. Соған енді неміз жоқ, шыны керек. Мүмкіндік жоқ па? Мүмкіндігіміз жоқ. Соған енді ана өкіметтен көмек. Аяқ астынан осындай дерт бар екен біліп, бүгінгі күнде мен көріп тұрсыздар, басының формасы өзгерген. Ал, папасына папер. Операция, операциясы. Осы марттың ортасында белгілі болды ғой өзі. Қандай белгі бере бастады? Басым деп ауыра берді бұл кісі. Одан кейін қой деп барып түсірейін деп, жаңа талапқа біздің өзіміздің. Апарып көрсеттім врачқа, осылай осының басы ауырып жүр деп. Ол кісілер Үштөбеге неге жіберді? МРТ-ға ма? Үштөбеге невропатологқа жіберді. Невропатолог бұл кісіні неге жіберді? Талдықорғанға МРТ-ға жіберді. Ертеңінде кешкі 6-ға барып түстік. Соның қағаздары. Біріншісіне екіншісіне. Жерде қазір оқып берейік, не деп жазылған екен көрсетейік. Внутримозговое образование дейді. Ісік бар екен деп тұр енді. Мына қағазы. Жатып шыққаннан кейін выпискасы. Алматыда 7-ші больницада жатып шықты. Қалқаманда. Қазір енді аға сөйлей алмайсыз ғой, сізмен сөз дұрыс емес. Жалпы бірақ мені түсінесіз ғой, 18 күн жатып. Ауырама басыңыз? Са. Со жағы ауырады,
Енді қазір 4-ші стадия деп солай беріп тұр ма? иә злокачественный 4-ші стадия деп тұр. Үй кезегінде тұрғаныңызға қанша уақыт болды? 2021-де тұрғам. 2021-ден бері осы Қанша балаңыз бар бүгінде? 5 балам бар. Міне неге қию туралы куәлігінен бастап 5 баланың куәлігі тұр. Көп балалы ана екендеріңізде күмәндарыңыз болмасын. Ар жақтағы көмек ел ағаларынан күтеміз. Жұмыстар жүріп жатыр ма белгісіз, бірақ мінекей жолдар осындай дәрежеде. Мына тура орталық деп аталатын осындай деңгейде болып жатыр. Қоқыстарды жинап қою керек екен, иә. Одан кейін асты көшелердің өзі осындай шұрық тесік болса, анандай ұсақ көшелерді әзірге қараудың да қажеті жоқ секілді, иә. Мына қоқыстарды жинап қоя салсаңыздар, иә. Бас көшелер. Главный улица дейді ғой. Мінекей. Осындай дәрежеде. Кезінде Қаратал ауданы Үштөбе қаласы. Мен балалық шағым өткен жер болғандықтан жақсы білем. Гүлденіп тұрған жер еді ғой. Қазір мына көшеде мен балалық шағым өткен. Мынау Жамбула көшесі. Қазір мен өзім балалық шағым өткен үйді көрсетсем сіздерге, ол да халыққа қызық шығар, иә. Мен балалық шағым осы үйде өткен. Кейіннен сатып біз көшіп кеттік. Мынау Жамбыл көшесі. Осы жерде мінекей Үштөбе қаласында мына үйлердің бәрі керемет, жаңа, әдемі еді. Ол кезде көршілеріміздің барлығы көп ұлтты, аралас ұлтты қала болатын Үштөбе қаласы. Шағын болса да аудан орталығы. Қазір енді барлығы ескірген, сондай дәрежеде екен. Үштөбе қаласының автобекеті. Мына жерде жөндеу жұмыстары жүрген ау. Енді қазір орталығының өзінде тура осы тұсты мына әдемілеп қойса болады. Ақыр бәрін жасап қойған екенсіздер, жөндеу жұмыстары біткен екен, соны тегістеп, орталық көшенің дәл кіргендегі орта бағытын әдемілеп жөндеп қойсаңыздар, сондай өтініш, иә. Қаратал ауданының әкімдігіне келіп жатырмыз. Алдында бірнеше рет кірген кезде ол видеомды қазір көрсетем арнайы. Халықпен байланыс кішкене төмендеу болып тұр. Қазір тағы да көреміз. Жұмыс орнында болмаған ол кезде әкім. 2:30 тым-тырыс. Бір жан адам жоқ. Қаратал ауданының әкімдігіне осымен бірнеше мәрте келіп тұрмыз. Осының алдында да келгенде үнемі жұмыста болмайды. Енді қазір тура 2:30-ды күтіп келдік жұмысқа, тағы жұмысында жоқ. Ешқандай жиналыс жоқ. Сіз звондап айта аласыз ба? Неге айта алмайсыз? Иә. Неге айта алмайсыз? Адам келіп тұр, күтіп тұр деп айта алмайсыз ба? Айта алмаймын дейді мына кісі. Сіз айта алмасаңыз, басқа біреу айта алатын шығар. Айтыңызшы, журналист Балқаш қызы келіп тұр деп. Үнемі жұмыс уақытында жұмыста жоқ әкімдеріңіз. Осымен 3-ші мәрте келіп тұрмыз. Әкім орында жоқ, аппарат басшысы орында жоқ. Орынбасарлар орында бар ба? Біліңізші, ең құрғанда орынбасарлары бар ма екен орында? Ажар Нұрсалим қызы орында бар ма? Қандай жиналысқа? Кім ұрысып жатыр? Ағаға тиіспеңіз, мен де жұмысым. Мен қолыма сіз мені қолмен дейді кесуге қақыңыз жоқ. Жоқ қой, түсіп кетіңіз. Көрдіңіздер ме қандай? Өйткені бірде бір адам жұмыста жоқ. Көрдіңіз бе қандай реакция? Шығыңыз дейді. Бұл халықтың ғимараты, халықтың ақшасына. Ал халықты қуып шығып жатыр. Көріп тұрсыз, кім сізге айтып жатыр шығасың деп? Мен жұмысым маған болмайды. Қалай болмайды бұл? Бұл аудан әкімдігі ғой, аға. Мен неге білуім керек? Кім сізге звондап шығарсын деп жатыр? Мен тоқтамайсыз бен жөніңізді айтпайсыз ба? Аудан Мен тоқтамайсыз бен жөніңізді айтпайсыз ба? Аудан әкімдігіне кіруге болмайды деп шақырған кім? Болмайды. Кім сізге айтты шығуға болмайды деп? Міне бәрі кіріп жатыр ғой емін-еркін. Қалай жұмысшылар? Мен шықпаймын аға, осы жерде тұрамын. Шықпаймын, өйткені бұл аудан әкімдігі ғой, ғимарат қой. Жоқ, мен сырттан күтпеймін, осы жерде күтуге қақым бар аға. Мен осы жерде тұрып күтемін кіре берісте, жақсы ма? Мені шығарып жіберуге бұйрықты кім берді? Кім? Ермек деген ол кісі кім? Жоқ, сізге неге қуып жіберсін, неге шығарып жіберсін?
Қаратал ауданының әкімдігі жаңа қоғамдық қабылдауында сонда бар деді, сол жаққа бардық. 2 рет сандалды ары бері, ана жақта отыр деді, жеке қабылдауды өткізіп жатыр деді, бардық, ол жақта жоқ болып шықты. Мына жерге кіргізбейді. Әкімшілікке мен айттым, журналистпін, мен осылай маған аудан әкімі керек дедім. Жаңағы строительный жаңағы өздерінің отделдарының басшыларын сұрадым. Ол кісілерге ешқандай жаңағы әрекет жоқ, аудан әкімі орнында жоқ. Жұмыс уақыты қазір міне сіздерге нақты уақытын айтайын. 16:15 ресми жаңағы мектепке байланысты комментарий алуға келгенбіз. Қаратал ауданының әкімі 16:15 жұмыс орнында жоқ, қоғамдық қабылдау өткізіп жатыр деді. Ол жерге де бардық, ол жерде де ол кісі жоқ болып шықты. Енді қазір мінекей. Саламатсыз ба? Аудан әкімі қайда? Ол кісі жаңа приемда болды бізде. Приемда барып келдік қой жаққа. Қандай объезд? Осы жаққа кетті деді. Айда келген жоқ қой қазір. Қазір келіп шығады, кішкене күтіп тұрыңыз, иә? Аудан әкімі заң шеңберінде жұмыста болу керек. Қоғамдық қабылдау бітті, аяқталды. Жаңа оның қызметкерлері айтты, осы ғимаратқа кетті деді. Одан кейін күзетші кіргізген жоқ. Өздері заң шеңберінде заң бұзып тұр. Қаратал ауданының әкімдігіне бүгінгі күні заң шеңберінде шара қолдануыңызды сұраймыз. Журналист ретінде не кіргізіп, ішінде адам жоқ. Ешқандай жаңағы жауап алуға да мүмкіндік болған жоқ. Өз орнында да жоқ. Жалған ақпарат беріп, барлығы кіріп шығып, жай ғана анда кетті, мұнда кетті дегеннен басқа нақты мардымды жауап ала алмадық. Күзетшілер де жалған ақпарат беріп тұр. Яғни аудан әкімі Қаратал ауданы бойынша осылай жұмыс жасайды. Орнында жоқ. Ресми комментарий алайық десек мүмкіндік болмады. Құрылыс жаңағы бөлімнің басшысы да қазір келем деді, келмеді. Сондықтан ешқандай комментарий ала алмадық. Қаратал ауданының әкімі ішке кіруге мүмкіндік болмады. Енді осындай сауал, қазір Айту ауылында тұратын азамат қатерлі ісік 4-ші стадия дейді ғой. Ең соңғы жаңағы бөліміне келіп ауыр жағдайда екен, сол жағдайды сізге жеткізуге келген едік. Осымен 3-ші мәрте келіп тұрмын Қаратал ауданының әкімдігіне. Қазір сізге құжаттарын жеке өзім берейін. Жолдасы 5 баланың анасы екен. Сол көп балалы ана ретінде кезекте ресми заңды түрде тұр екен. 160-ші кезектен қозғалмай жатыр. Заң шеңберінде кезекті қозғалтуға мемлекеттік жаңағы бағдарлама бойынша үйді ала алмайтын жағдай болатын болса, ең құрғанда меценаттар, осы Қаратал ауданының мықты бизнесмендері, басқа да жомарт жандар болса, сол аудан әкімі ретінде сол сұрақты назарыңызға алып, соған көмектесуге дайынсыз ба? Мен сізге құжаттарын қазір бәрін тастап кетсем, соны ең құрғанда шамаңыз келгенінше. Әрине. Енді біз ондай жандарға жалпы 2023-тен бері қарай 9 отбасына тұрмысы аз қамтылған мұқтаж жандарға 9 үй сатып алынып берілді осы кәсіпкерлер тарапынан. Оның сыртында 2020 жылы жеке кәсіпкерлер тарапынан 300 миллионға 15 үй салынып берілді. Ондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине. Ол кісінің қазір құжаттарын сізге жіберіп берейін. Сол назарға алып осы сұрақты шамаңыз келгенше көмектесуге тырыссаңыз. Жақсы. Жақсы. Аудан Үштөбе қаласының орталығы Қонаев проспекті ең басты көшелерінде мінекей осындай жағдайда болып тұр енді. Құрметті жетісу халықтар, Қаратал ауданы Үштөбе қаласы орталығынан қайтып бара жатырмыз. Қазір аудан әкімдерін жұмыс уақытында, енді кейбір аудан әкімдеріне айтайық, бәріне топырақ шашпай қояйық. Жазғы мезгілде жұмыс орнынан табу қиындау болып тұр. Бүгінгі күнде әйтеуір даладан кезіктірсек те, даладан ресми комментарий алып кетуге мүмкіндік берген Досымбеков мырзаға алғыс айтып қояйық. Аудан әкімдері қабылдауын қазір көшеде далада өткізе салатын жаңа форматты осы Қаратал ауданының әкімінен үйренсеңіздер болады. Жұмыс уақытында хатшысы звондай алмайтын, аппарат басшысы орында жоқ, орынбасарларының ешқайсысы орында жоқ. Онымен қоймай кезекшіге журналисті ғимараттан қуып шығу туралы бұйрық берген азаматтардың барлығына заңды шара қолданылады деп ойлаймыз. Себебі заң шеңберінде кез келген осы ауданның, ауылдың маңайдағы тұрғындар кез келген уақытта аудан әкіміне келіп арыз шағымын қалдырып жағдайын айтып кетуге мүмкіндігі болу керек. Бұл жаңа Қазақстан, естуші Қазақстан, әділетті Қазақстанды жұмысын ақсататын осындай әкімдіктер әлі күнге шейін нақты әкімнің жұмысы қалай тұрғанын осыған баға беретін боламыз. Жалпы аудан әкімінің енді жұмыс деңгейі әртүрлі бағыттан, әр қырынан қарап қайттық. Осымен 3-ші мәрте осының алдында 2 мәрте келіп түсіріп кеткен кезде ол ақпаратты шығармаған, мүмкіндік берейік енді. Адам әртүрлі жағдай болады ғой деп бір рет келдім. Тағы орында жоқ, одан кейін түстен кейінгі уақытта келдім. Тағы орында жоқ. Бүгін міне 14:30-да жұмыс уақытында келдім. Тағы орнында жоқ. Сонымен қатар енді ер кезегі 3-ке дейін демекші, 2 ескертуден кейін әлі де
ғимаратта жұмыс уақытында болмауының себебін енді қазір әдемі қылып қағазда ойлап табатынына күмәнім жоқ. Ол жағынан қағаз жүзіне біз әлемде біріншіміз ғой. Сондықтан қағазда бәрі бізде әдемі. Ал енді шын мәнінде басқа дүниені ол кісінің ар ұятына, ар намысына беріп қояйық. Жалпы келесі жолы келген кезде түзеледі деген үмітте, елімізге қызмет етілсін, халықтың жаны айқайы естілсін, халықтың үнін тыңдасын, жалпы халыққа деген жанашырлықпен жұмыс жасайды деген ойда қайтып бара жатырмыз.